Дұрыс айтады Ырысбала, мен қазіргі таңда Германияда уборщица қызметін атқарып жүргенім ол анық. Оны мойындаймыз, құрметті қазақ елі. Уборщицалық қызметімді бітіріп келдім. Ендігі кезекте бұрын Қазақстан Республикасының мемлекеттік әлеуметтік қызметкері ретінде қызмет атқарғаным анық. Мен ондағы мемлекеттік қызметім және міндетім мемлекеттің қамқорын қажет ететін топтағы жандардың құқығын қорғап, қажеттілігін қанағаттандырушы болып қызмет атқардым. Сондықтан мен бұл елдің ішіндегі халықтың әлеуметтік жағдайына араласуға толықтай құқым бар. Сол себептен мен былай өтіп балтаны, былай өтіп орақпен орып жүрген блогерлердің, мемлекеттік қызметкерлердің жұмысын заңсыз қолдарына алып жасап жүргеніне қарсы екенімді білдіріп, блогерлермен күресіп және мемлекеттің қамқорлығын қажет ететін топтағы жандардың мемлекеттік жауапкершілігі бар қызметкерлердің жұмыс істеуін талап етіп, еліміздің ішіндегі жаңа Қазақстанның жаңа саяси көзқарастарын өзгерту және блогерлердің жасап жатқан алаяқтық жұмыстарын тоқтату. Алаяқтық деп айтып отқаным ол блогерлердің заңсыз халықтың қалтасынан қаражат жинауы, заңсыз лотерея ойнатуы, заңсыз гип ойнатуы. Ол жағына жаймен келеміз. Мен түсіндіремін, блогер деген кім, және блогерлер лотерея ойната алады ма, және олардың лотерея ойнатуға лицензиясы бар ма, жоқ па. Мен барлығын реттеп жатырмын, құрметті қазақ елі. Сондықтан қатты сөге бермеңіздер. Ырысбаладан басқа да бізде көптеген блогерлер бар, заңсыз әрекетпен жұмыс жасап, заңсыз әрекетпен байып жатқан, халықтың қалтасын садақамен тонап, лотерея ойнатып, гип ойнатып, халықтың қалтасын тонап, қазақ қоғамын базар вокзалға айналдырған блогерлер өте көп. Олардың барлығының бәлки блогерлік қызметтерін дұрыс түсінбеген шығар, бәлки заңдылықтарды білген жоқ шығар, бәлки қоғамдағы алатын орнын білген жоқ шығар. Соларға дұрыс блогерлік қызметін дұрыс атқару үшін және блогерлік қызмет жасап жүріп, заң аясында жұмыс жасауын талап етіп, біз қазақ халқы алаяқтықтарды, заңсыз ақша жинауларды, тағысын тағы көптеген жұмыстар өте көп, лотерея ойнату деген секілді, солардың бәрін тоқтау қойдыру үшін мен күресіп жатырмын. Себебі Қазақстан Республикасының әрбір азамат мен азаматшасына және мұқтаж жанға жауапты мемлекеттік органдар бар. Біз Қазақстан Республикасының әрбір азаматы өзіміздің тиесілі қажеттілігімізді алатын орнымыз бар. Біз талапшыл, саяси сауатты болуымыз керек. Ал мынау жолдан өтіп, бұлай өтіп кекпенмен, бұлай өтіп орақпен оратын қызметкерлер, қызметтік құзыреттігі жоқтарды байытуға міндетті емессіздер. Садақамен, лотереямен, тағысын тағы сауда-саттықпен байытуға міндетті емессіздер. Сол себептен, құрметті қазақ елі, сіздердің маған берген көмектеріңіз болсын. Мен соцсетиде қандай блогерлер лотерея ойнатты, гип ойнатты, қатты біле бермеймін. Маған қандай блогерлер лотерея ойнатты, қандай блогерлер гип ойнатты, сіз кімді күдікті деп санайсыз? Маған тізімін қалдыру астына жазып кетсеңіздер. Бір, екі, бізде блогер деген лотерея ойната ала ма? Оның лотерея ойнатуға лицензиясы бар ма? Бізде лотерея ойнатылу лицензиясы кімде бар? Олар заңсыздық жасап жатыр ма, әлде заңға бағынып лотерея ойнатып жатыр ма? Осы мәселелердің бәрін көтереміз. Мен қазір изучать етіп жатырмын, ақтарып жатырмын барлығын.
жақын күндері шығамыз. Ал Рысбала менен Гүлім ханымның мәселесін ол басқа жұмыс. Бұл жерде жалғыз Рысбалаға емес, бұл жерде бүкіл блогерлерге өздерінің блогерлік жұмысын дұрыс заңды атқарып жатыр ма, атқарып жатқан жоқ па, осы мәселені көтеріп, құзырлы органдарға осы мәселені тексеруді талап ету үшін жұмыс жасалынып жатыр. Ана қаңғып жүрген албастын айтып атсыңдар ма? Менің апаммен Рысбала деп атымды қойған апаммен аттасы екен. Сол аттан садаға кеткір. Әй, Германияға барған қазақтарды қаңғақсатып жүрген қатын. Отан отбасынан басталады дейді қазақ. Бірінші ол елге жанашыр болмай-ақ, өзінің отбасын дұрыстабасын да. Байының қаяқта, бала шағасының қаяқта жүргенін білмейтін. Германияда біреудің үйінде уборка жасап жүрген біреу. Еще отырып алып митингке шығыңдар дейді. Пішту! Елдің ішіне ірткі салып. Кім ол вообще мен туралы әңгіме айтатын? Кім ол? Өткендегі әңгіме ғой, айналайындар ау. Пілдің түрісіге құмырсқаға палаткі болады деп айналайын. Өзінің кім боларын білмей жүрген біреу ғой ол. Анау қаңғақсатып Германияға барғандарға жұмыс тауып берем деп 500 мыңнан миллиондап алып жүрген ақшасын қайтарсын да ол бірінші. Көттерінен өздерінің боғағып жатады біреудің басындағы шоқты әңгіме ғып. Қазақта тыныш жатқан жыланның құйрығын баспа дейді. Қазақта көтті қысқан бай болады деген сөз бар. Байсаңдар лучше. Байыңдар. Анау саясаттың иісі мұрнына бармайтын адамдар саясат туралы әңгіме айтады да я. Саясат не теңің? Мен таңғалам сондай адамдарға отырып, ойбай Рысбаланың артын ашам, үйтем. Сен менің артымды ашпай алдыма кеп аш бірінші. Келші менің алдыма, содан кейін мен саған арт ашудың қандай болатынын көрсетейін. Қанша де отырып алыпшы. Арт ашылатындар ашылып жатыр айналайындар. Халықтың ақшасын жегендер, ол ешқандай жұмысы атқарылмағандар. Көріп атсыздар, өздеріңіз куәсіздар. Менің Алланың алдында да, адамның алдында да арым таза. Кімнің фото-видеосын парақшама шығардым, кімге ызбор аштым, 100 отбасы өзінің сол үйлерінде тұрып жатыр. Оттамаңдар айдылада отырып, қолдарыңнан кесе болбаңдар сондай. Жоқ, мен мынаған таңғаламда айдылада отырып алып митингке шығыңдар. Ойбай, үкімет дұрыс емес. Ойбай, саясат мұндай, ойбай, сендерге үйту керек деп. Со айтатын сөздерін Қазақстанға кеп айтуға арттарың шыдамайды ғой, конкретно. Онсыз да Қазақстанға келен десіңдер, былықтарың бастарыңнан асып жатыр ғой. Алаяқтықпен сотталып кетесіңдер ғой. Өзің тыныш өмір сүрсең, қай мемлекетті алсаң да, Дубай болсын, Қытай болсын, Түркия болсын, Қазақстан болсын, сен өзің тыныш өмір сүрсең, саған ешкім кеп тиіспейді. Үкіметтің сенде аламай жатқан алталас беспереш жоқ. Өзінің өмірін реттей алмай, өзгеге билігін жүргісі келеді, қазақтардың арасына арандатып, ірткі салып. Ойбай, митингке шығыңдар, үйтіндер, бүйтіндер. Кімсің сен үйтіп айтатын? Халық сенің не қорадағы малың ма, не айдайтын? Фуй, блин. Сондай қатынға өзімнің жауап жазып атқанына өзімнен жеркеніп отырмын, мен конкретно бар ғой. Керемет болбасай бірінші сен. Ек қолға бір күрек қай жерде де табылады. Жұмысыңды үсте, бала шағаңды асыра, басыңды тік көтеріп жүр, ешкімге зияныңды тигізбе. Өтірік Германиядан не тауып виза жасап берем, үйтем деп, елдің бәрін ақшасын алып қаңғақ сатпай. Ана жақтағы шешендерге сендерді зорлатам деп қазақтың қыздарына сес көрсетпей. Кәні сенің ұлтқа жанашырлығын құрып кетейін, нервыма тимей. Күйдіреді ғой істеп адамды ше? Қойш дедім. Зачем ірген ауыздан шірген сөз шығады? Ит қол қауып атқан, оны мен қапсам, менің аузымның не қадір қасиеті қалады деп ше? Үндемедім. Қояр емес өзінше апаң. Көтінен тепсең қалтасы сыңғырламайды. Әңгіме айтып маған. Сыйға сый, сыраға бал. Еңкейгенге еңкей, атаңнан қалған құл емес, шалқайғанға шалқай, пайғамбардың ұлы емес дейді. Сыйлап тұрған адамға басым жерге тигенше сыйлайым. Ал аузына келген оттайды екен, менің аузымнан да сондай оттау келеді да. Меніңге затым қатын шығар, менің аузымнан да оттау келеді. В том числе дәлелмен келеді. Одан кейін біреудің артына шам, ойбай демей, өз арттарың тазлабаңдар. Өз арттарыңды тазлап, өз өмірлі, өз бастарыңды көтеріп, өз қолдарыңды өз ауыздарыңа жеткізіп, өмір сүрсеңдер болды. Нелерің бар сендердің?
бастарың жетпейтін жерге мұрындарың сұғып күйдіреде. Қолыңдан дым келмей жатыр ма? Ақыр саясатта атаңнан қалған басы бар ма? Қатын болса келді, бала шағаң қаңғытпай ие болса, нең бар? Айдалада біреудің үйін жинайтын болсаң, Қазақстанда үй жетеді ғой. Мысалда. Артық кетсем айыпқа бұйырмаңыздар. Айналайындар, менің өмірлік миссиям өте жоғарыда. Менің арманым, мақсатым таудың басында, Гималайдың басында. Мен бала шағама дұрыс тәрбие беру керекпін. Алланың берген перзенттерін өмірге дені сау 12 мүшес аман қылып әкелу керекпін. Оларға әлемнің кереметтерін көрсетіп, дұрыс орта қалыптастырып, дұрыс тәрбие, осы елге қызмет ететін саналы, салихалы ұрпақ қылу керекпін. Байымның қасында қатын болып бақытты өмір сүру керекпін, айналайындар. Өз қолым өз аузыма жету керек. Мен біреуге бермесем Аллахан жаймау керекпін. Ол үшін не істеу керек? Сендер сияқты әркімнің көтін шығып, өсек айтып, Инстаграмда отырмау керек. Ол үшін жұмыс істеу керек. Инстаграмнан ақша тауып атсың ба, пожалуйста. Ешкімге зиянын тигізбей жаса. Істегенің алдыңа келеді әйтпесе. Біздің басым көпшілігіміздің өміріміздің жартысы анау бүйдеді, мынау сүйдеді. Анау үйтті, мынау бүйтті. Өсек пен төсектің арасындағы майда әңгімемен өтіп жатыр. Жинастырып тастаңыздар бәрін. Құрып кетсін. Ұнамай ма? Сізбен араласпасын, сізбен келмесін. Біреудің бұлшылдаған өсектерін тыңдап отырғанша, одан да бісміллә деңіздер де, бойыңызда қуатыңыз, қолыңызда, бойыңызда қайратыңыз, қолыңызда қуатыңыз бар кезде, аяғыңызда күш бар кезде, дұрыс өмірге талпыныңыздар. Зачем, айдалада қаңғыған біреулерге сіз уақыттарыңызды кетіресіздер? Сізге одан не жарко, не холодно. Бірің шекер, бірің бал, бірің өліп, бірің қал деңдер да, тек жұмыс істеңдер. Әдемі өмір сүру үшін, ауызға тәтті нәрсені апару үшін қолды қимылдату керек, басты істету керек. Баршаңызға мына өмірде тек қана сәттілік тілеймін. Алла бармақтай бақ беріп, бәріңіз байып кетіңіздер, болды.